Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Сіздерді жақсы көңіл күймен қазақ тілі сабағына шақырамын. Жақсы сөз жан азығы дегендей, бүгінгі сабағымызды жақсы тілектен бастайық. Балалар, мен сіздерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Сабағымызды мен жұлдызбын деп жалғастырайық. Мысалы, балалар, мен жұлдызбын. Себебі мені балаларым өте жақсы көреді. Ал сендер ше? Жақсы, әрқашан жұлдыздай жарқырап жүре беріңіздер. Балалар, алдарыңызда кімнің портреті? Бұл кім деп ойлайсыздар? Дұрыс, әрине, бұл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы. Ендеше, бұл портретті мен сіздерге неге көрсеттім? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұрыс, Абай ұлы ақын. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер Абай туралы білгендеріңді айтасыздар. Тақырып бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Бүгінгі сабақтағы сөздік жұмысы: өмір, жизнь, шығарма, произведение, аударды, перевел, ірі, крупный. Қайталайық: өмір, шығарма, аударды, ірі. Сөздік дәптеріңізге көшіріп алыңыздар. Балалар, өткен сабақта біз сіздермен бала Абай туралы айттық. Есімізге түсірейікші, бала Абай туралы не білеміз? Алдарыңыздағы бағалау парағын толтыруды ұмытпаңыздар. Дескриптор бойынша. Бала Абай өзінің зере әжесінің әңгімелерін, дастандарын өте жақсы көретін. Бала кезінде Абай зерек болған. Дулат ақын бала Абайға батасын берген. Міне балалар, сіздер де осыны естеріңізге түсірді деп ойлаймын. Балалар, қазір мен сіздерге мәтін оқимын. Сіздер мұқият тыңдап, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойыңыздар. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны. Ол адам, өмір, білім, өнер туралы көп өлең жазды. Абай орыстың ұлы ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Сонымен, балалар, көп нүктенің орнына қандай сөздерді қойдыңыздар? Бірінші сөйлемде қазақтың ұлы ақыны. Екінші сөйлемде білім, өнер туралы көп өлең жазды. Ұлы ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Мен де сіздер осындай дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Бағалауды ұмытпайық. Келесі үшінші тапсырма оқылым. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал, ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Міне балалар, осы мәтінді өздеріңіз оқып шығыңыздар. Мәтін бойынша мынандай тапсырмалар орындау керек. Бірінші, мәтін бойынша диалог құру. Екінші, мәтін бойынша сұрақтар құру. Үшінші, Абай ақын тақырыбына ассоциограмма құру. Осы үш тапсырманың біреуін орындайсыздар.
Өздеріңізді бағалауды ұмытпаңыздар. Келесі тапсырма балалар, сөздік жұмысы. Алдарыңыздағы тұрған сөздерге нүктенің орнына қажетті әріпті қойып жазу керек. Бұл тапсырма сіздерге қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың аяғына да жетіп қалдық. Балалар, Абай деген сөзбен сіздерге синквейн құрау керек. Синквейннің құрылымы алдарыңызда тұр. Тапсырманы дұрыс орындайсыздар деп ойлаймын. Маған бағалау парағын WhatsApp-пен жіберуді ұмытпаңыздар. Балалар, сіздерге өткен сабақта Абайға Дулат ақын бата берді дедік. Бата ақ тілек, ақ ниет, қазақтың асыл қазынасы. Сіздерге де Тілеукен атаның батасын қабыл алыңыздар. Көтерейік білекті, нұрға бөлеп жүректі, сәбиге бата берейік, ағынан айтып тілекті. Балапандарымыз сүйкімді болсын, өнер білімге икімді болсын, жақсы жолды таңдасын, жамандық тәлім алмасын, даналардың дәстүрін жаңаласын, жалғасын. Шолалы шуақ күн кешсін, басын сұр бұлт шалмасын, қос топшасы талмасын, қырандай биік самғасын. Ары адал жаны жаз, құрбысынан қалмасын. Адам жаласынан, бұлттың аласынан, көрінер көрінбес, мыңда бір пәлесінен, патша құдайым өзі сақтасын. Әумин. Тілеукен атаның батасы қабыл болсын. Енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша тақырыпты түсінбедім, сұрағым бар, немесе түсіндім деп белгі қалдырыңыздар. Үйге орындайтын тапсырмаларыңыз екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жазу керек. Бағалау парағын жіберуді ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.